болды. Осы Алихан бастатқан Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамедовтар, Жаһанша Досмұхамедовтар, Райымжан Марсеков, Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев осы жаңағы Ресейден білім алып, бұл енді ең алғаш адвокаттар, ең алғаш заңгерлер, дәрігерлер, мұғалімдер болды. Осы 20 ғасырдың басында саяси сахнаға шыққан Алашорда, Алаш партиясы, Алашорда үкіметі, жалпы Алаш қозғалысының осы саяси сахнаға шығарған ұлттық интеллигенция болды. Қазақ оқығандары, жаңа айтып кеткендей. Енді Жақып Ақбаевқа келетін болсақ, осы жаңағы өз баяндамамда презентация слайд арқылы көрсетіп отырсам, презентация қосу керек сізге. Шынар Мұратқызы, кішкентай дауысыңызды қаттырақ қылсаңыз, естілмей жатыр аздап. Презентация қосу керек. Доступ берілген, біз қоса берсін. Доступ берді. Бүгінгі жалпы лекцияның мақсаты Алаш қайраткері Жақып Ақбаевтың туған халқы ұлт мүддесі жолындағы қоғамдық саяси қызметін, 20 ғасырдың басында қазақ елінің тәуелсіздік үшін күрескен ерен еңбегін көрсету, жалпы Алаш қозғалысы, Алашорда үкіметі, Алаш басылымдары, Алаш автономиясы, Алаш милициясы, Алаш қаласы деген сияқты ұғымдар туралы сіздерге ақпарат беру. Доступ берсеңіздер презентацияға. Бер қойғанбыз. Доступ берілді сізге. Берілген жоқ деп жатыр. Берілген жоқ деп жатыр. Қазір қараймыз. Қосылып тұр. Шынар Мұратқызы қарап көріңізші, доступ қосылып тұр дейді. Көрініп тұр ма? Қазір. Организатор отключил демонстрацию экрана участников дейді. Қосылды ма? Қосылды. Қосылды. Жақып Ақбаев 1877 жылы 25 қазанда, ескіше 25 қазанда, жаңаша 7 қарашада бұрынғы Қарқаралы округінің Берікқара болысы Төңіректас деген жерде туған. Ол қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданына қарасты елді мекен. 1886 жылы Қарқаралыдағы орыс қазақ мектебінде оқыған. Патшалық Ресей аумағындағы Омбы, Томск, Петербург, Москва, Қазан, Уфа, Саратов, Киев, Варшава қалаларындағы жоғары оқу орындарын көптеген қазақ оқығандары бітіріп, алғашқы білім дипломдарын алып шықты. 19-20 ғасырлар тоғысында Ресей билігі қазақ жастарының қазақ жерінде мекемелердегі империя әкімшілігіне қызмет ету үшін осындай дайындық бастады. Қазақ студенттері заң, шығыстану, медицина факультеттерінде оқып, қолдарында диплом алып жатты. Санкт-Петербург университетінің заң факультетін Райымжан Марсеков, Бақытжан Қаратаев, Сәлімгерей Жантурин, Мұстафа Шоқай, Айдархан Тұрлыбаев және Жақып Ақбаев бітірген. 1889 жылы Омбы Жақып Ақбайұлы Омбы гимназиясына түсіп, 1898 жылы Томск гимназиясын бітіреді. Жақып Ақбайұлы қазақ өлкесінің автономиялық мәселесі бойынша сол кездегі билікке өткір талаптарды жеткізген. Азаттық, еркіндік идеяларын насихаттаған өткір мақалалары Омбыда шығып тұрған Степной край
Омич газеттерінде, тағы басқа газет журналдарда басылып, өзінің мақалаларын үнемі жариялап тұрған. Осы әрекеттері үшін Семей 1905 жылы Семей түрмесіне қамалады. 1908 жылы Омбыға кейін Жетісу облысының Қапал қаласына жер аударылып, абақтыға жабылады. Семей түрмесінде жатқанда Санкт-Петербург университетінің профессоры, атақты заңгер Петрожицкийге хат жазса, Қапал қаласынан сенатор граф Палинге хат жолдап, қазақ өлкесінде тұрып жатқан халықтың ауыр жағдайын ашып жазған. 1898 жылы 1903 жылдары Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде оқып, оны бірінші дәрежелі диплом алып, алтын медальмен бітірген. Яғни Жақып Ақпайұлы қазақтан тұңғыш шыққан заң магистрі. 1903-1905 жылдары Жақып Ақпаев Омбы сот палатасында округтық сотта қызмет еткен. 1905-1907 жылдары Жақып Ақпаев Омбы, Қызылжар, Семей, Павлодар, Баянауыл, Қарқаралы қалаларындағы сол кездегі империясындағы билікке қарсы бағытталған наразылық шерулерге қатысады. Ресейдегі әділетсіз саясат жүргізіп отырған үкіметті заңды жолмен сынаған Жақып Ақпаевты саяси сенімсіз деп, оны сот қызметінен босатады. Соңынан Жақып Ақпаевтың соңынан аңду тергеу қойылады. 2011 жылы мен өзім Омбы архивінде жұмыс жасап, осында бірнеше тақырып бойынша іздестіру жұмыстарын жүргізген, зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде көптеген материалдар қолыма түсті. Соның бір қатары осы Жақып Ақпаевтың тергеу ісіне қатысты көптеген құжаттар қолыма түсті. Омская судебная палата дейді. Осы 1905 жылы басталған іс 1916 жылы мамыр айында аяқталған екен. Осы үлкен іс 170 беттен тұратын үлкен істе осы Қарқаралы уезі, Семей аймақтық сотының Жақып Ақпаевқа 27-4 статья бойынша осы Қарқаралыда өткен демонстрацияда сөз сөйлеген туралы, соған байланысты осы заңның осы бабымен айыпталған туралы үлкен іс қозғаған. Осы істің ішінде протокол допроса обвиняемого дейді, 1905 жылы желтоқсан айының 10 күні Қарқаралыда өткен шараға қатысқан Жақып Ақпаев, сөз сөйлеген Жақып Ақпаевқа қатысты мынандай дүниелер жазған. Мен сол істің өз тілінде оқып бергенді жөн көріп отырмын. На основании 403 статьи устава уголовного суда императора Александра II, изложенного в 1883 году по удостоверению его самоличности, допрашиваемому было объявлено, что на него падает обвинение в том, что он 15 ноября сего года в Каркарала на полицейской площади после объявления всемилостивейшего манифеста от 17 октября сего года с целью побудить толпу противодействию властям от правительства установленным манифесте, объяснив киргизам, татарам, что теперь требования преступлению, енді көп сөздері анық емес, бұл құжаттан оқып отырғанымыз, осы манифест 17 қазан 1905 жылы 17 қазанда шыққан патша манифестінен кейін, патша үкіметіне бағынбау туралы, сөз сөйлеген туралы айыпталған екен Жақып Ақпаев. Осы Жақып Ақпаевтың тергеу құжаттарында өзінің аты жөні,
жасы 28-де екені, туған жері, содан кейін мына звание дейді, өзінің жаңағы дәрежесі барлығы көрсетілген. Сондағы жаңағы бізге қызықтыратын бір дүние, қазір Жақпақбаевты бір жерде 1876 жылы, бір жерде 1877 жылы деп көрсетіп келе жатыр. Кейбіреулер бізге мысалы үшін Жақпақбаевтың туғанына 145 жыл дейді. Ал енді өзінің берген анкетасында толтырған жазбасына қарап, біз нақты жылын анықтап отырмыз. Ол 25 қазан 1877 жыл дейді. Өзі жаңағы 1906 жылы 7 қаңтарда жазған өзінің анкета толтырғанына қарап. Енді осы Жақып Ақбаевты тергеу ісі кезінде мынау 42 адамнан по просьбе Жақып Ақбаева дейді, 42 адамнан жаңағы не алынған екен, жауаптар алынған екен. Оның ішінде номер 2 Ахмет Байтұрсыновтың жаңағы тізімде аты жөнін көріп тұрмыз. Сонда осы 42 адамның ішінен Байтұрсыновтың берген жауабын көшіріп алдым. Сонда Ахмет Байтұрсынов былай деп жазады. Я, Ахмет Байтұрсынович, заведующий Каркаралинским русско-киргизским училищем, лет 32, магометанин, живу в городе Каркаралах. Подсудим не был, в родстве и в особых отношениях с Акпаевым не состою, дейді. На полицейской площади 15 ноября сего года я был, пришел туда к концу речи Бежицкого, говорил, после речи Бежицкого говорил Акпаев, который объяснял, что после обнародованного манифеста не будет больше произвола, что теперь можно не подчиняться незаконным требованиям крестьянских начальников. Ары қарай Ахмет Байтұрсынов тағы былай жазады. Говорил о том, что за дарованную свободу люди боролись, что государство до сих пор управлялось бюрократией, доведшей страну до полного обнищания. Акпаев добавил, что государство теперь осталось без штанов, при этом понятие государства Акпаев выразил словами падиша. После речи Михалевича, в котором он, между прочим, сказал, что в настоящем всякий может свободно говорить все и свободно выражать свои желания. Эти слова, как и вообще все переводы Акпаева, были точны. После речи, как и Акпаев точно перевел речь Михалевича, киргизы сказали, в таком случае мы требуем удаления крестьянских начальников. Роговевича и Мурзаева Акпаев перевел эти слова, но они сами не давали предложения народу удалить крестьянских начальников. Я никогда не слышал от Акпаева, чтобы он говорил киргизам что-либо против крестьянских начальников. Спустя некоторое время толпа потребовала удаления полиции и Осовского, и Акпаев опять перевел это требование. Енді бұл Ахмет Байтұрсыновтың бұл жазбасынан жаңағы Акпаевқа ешқандай кінә тақпағаны, онымен ешқандай жаңағы туыстық байланыста болмағаны, жалпы сол кездегі жағдайды толық көрсетіп жазып отыр. Жақып Ақпаев осыдан толық ақталып шығады. Тағы да бір жаңағы құнды архив құжаттарына жаңағы кездестік. Сонда осы Жақып Ақпаевты босатып алу үшін қаржы төлеп, қаржылай көмек арқылы Қаражан Өкібаев, осы жаңағы Семей облысы қазіргі Абай ауданының тумасы Қаражан Өкібаев, Хасен Ақаев, Дүйсеке Жаманғалиновтар осындай қомақты ақша қосқан екен. Оның ішінде Қаражан Өкібаев 2500 рубль, ол Семей облысының азаматы. Содан кейін Киргиз Кубская волости дейді, Хасан Ақаев 4000 рубль қосса, 1000 рубль қосқан бұл жерде Дүйсеке Жаманғалинов, бұл осы Семей облысы Белағаш болысының азаматы.
Мынау құжаттың 74-ші бетінде мынандай жаңағы тағы да ақпаратқа жолықтық. Свидетельство врача Семипалатинского уезда Станова о плохом здоровье Ақпаева дейді. Енді Станов деген осы Семей қаласында тұрған, жаңа көптеген құжаттардан біз білеміз, Семей қаласында тұрып қызмет еткен атақты Станов деген дәрігер болған. Енді осыдан біз Жақып Ақпаевтың денсаулығының жалпы денсаулығы өте әлсіз болғандығын, кейін абақтыдан жаңағы оралғаннан кейін осы денсаулығына байланысты ол кісі өзі 1934 жылы қайтыс болғаны белгілі. Енді 1905 жылы атақты қарқаралы петициясы, мынау жаңағы қоянды ботық жәрмеңкесінде, бұл Қарқаралыда атақты петиция, құзырхат патшаға үлкен жаңа қазақтардың атынан ресми түрде бірінші рет дайындалған құжат. Осы құжатты дайындаған патша билігіне арнайы қол қойып, 14.500 адам қол қойған құжаттың жаңа құрастырушыларының бірі бұл Жақып Ақпаев. Жалпы бастамашысы Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сол кезде осы Жақып Ақпаев та Қарқаралыда қызмет еткен жылдары сол жаңағы құрастырушыларының бірі болған. Енді тарихтан белгілі, бұл алаш қозғалысы нақты осы қоянды жәрмеңкесіндегі Қарқаралы петициясымен басталатын. Өйткені халықтың наразылығы, халықтың жаңағы патшаға деген талабы, жылдар бойы жиналған наразылық, және де осы Ресей жерінде оқып жүрген, білім алып жүрген азаматтар сол кезде Ресейдің өзінде де жағдай өте күрделі болғанын білеміз. Саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдайы. Сол Ресейде білім алып жүрген азаматтар, оның ішінде Жақып Ақпаев, өз халқының, туған халқының жағдайының мүшкіл екенін, өз туған халқының жағдайына ойлана бастайды. Яғни сол Ресейдің саяси өміріне араласа бастайды. Көптеген демонстрация, шерулерге қатысып, көптеген Ресей ғалымдарының лекциясын тыңдап, сол кездегі оқыған азаматтармен кездесіп, осы жалпы саяси жаңағы сол Ресейдің саяси өміріне араласу арқылы өз елінің тағдырына алаңдай бастайды. Сол азаматтардың бірі осы Жақып Ақпаев. Енді осы құжатты Қарқаралы петициясына қол қойғаннан кейін орысша аударған Павлодар уезінің қазағы Темірғали Нұрекенов. Бұл Қарқаралы петициясының негізгі сұрақтары, негізгі қойған талаптары бұл қазақ жерін жаңағы тартып алу тоқтату. Қазақ жеріне орыс белсенділерінің, орыс шаруаларының келуі жаңағы легін тоқтату. Содан кейін қазақтарды мектепке бағындыру. Себебі 1891 жылы бүкіл Ресейліктің патриотының жарлығы бойынша, енді бөлімдік жарлық, бұл кезде бүкіл қазақтарды христиан дініне көшіру туралы жарлық шыққан екен. Бұл да осы алаш қозғалысының бастауына үлкен себепкер болған жағдай болған. Енді осы Жақып Ақпаев қол қойған, құрастырған осы Қарқаралы петиция ең тарихта қалған орнын алатын қозғалысының басындағы осындай үлкен жағдайға ең бірінші болып араласқан адамдардың ішінде 1917 жылы Орынбор қаласында бірінші жалпы қазақ съезі өткізіліп, Алаш партиясы құрылып, 5-13 желтоқсан аралығында дәл сол жылы екінші бүкіл қазақтық съез өткізіліп, осы съезге қатысушылардың ішінде Жақып Ақпаев та бар. Бұндағы үлкен қаулының жобасы орда үкіметінің баспасөз органы Қазақ газеті 1913 шыққан, және де Семей жерінде шыққан Сарыарқа газеті. Печатный орган
алашорда дейді, сол алашорданың үні осының қазақ атауының бүкіл қазақ деген газет, алаш деген ұғымның өзі қазақ, жалпы қазақ деген ұғымды білдіреді, иә, қазақ деген бірлік деген ұғымды білдіреді. Осы қазақ атауының 19-шы жылдың шектерден келген. Осы қазақ газетінде алаш орда үкіметі құрылған туралы екінші съезд қаулысының жобасы жарияланған болатын. Енді 1912-15 жылдары Жақып Ақбаев адвокаттық қызметпен айналыса жүріп, азаттық идеяларын насихаттап таратып, 1915-16 жылдары тағы да тұтқын бөлініп, түрмеге жабылды. 1917 жылы бостандық шығысымен алаш орда ісіне Жақып Ақбаевы белсене араласады. Шынар мұрын қызы, кішкене қаттырақ айтсаңыз, иә, кешіріңіз. Кішкене қаттырақ айтсаңыз. 1917 жылы 21-ші, жаңа мен айттым, 21-26 шілде аралығында бүкіл қазақтық съезге делегат болып, Жақып Ақбаев Алаш партиясы бағдарламасының жобасын жасауға қатысады. Алаш орда үкіметінің мүшесі болып, екінші жалпы қазақ съезінде сайланған. 1918 жылы Семей және Алаш қаласы уақытша ақ қазақтардың қолына көшкенде, Колчак әскери қалалық соты оны тұтқындап, 1919 жылдың 7 шілдесінде арту жазасына кесіледі. Алайда Колчак әскери жеңіліс тауып, Жақып Ақбаев қамаудан босайды. 1919-1927 жылдары Семей губернаторының құрамында заң бөлімін басқарып, Семей облыстық сот мекемелерін ұйымдастыру ісіне араласады. Ол барша ғұмырын осы Алаш партиясымен, Алаш орда үкіметінің тығыз байланысқа ғана арнап қойған жоқ, сонымен қатар Алаш партиясының, Алаш орда үкіметін, қазақ автономиясын құрушылардың алғашқы легінде болды. 1928 жылы Сырдария округтік адвокаттар алқасының мүшесі қызметін атқарады. Алайда бұл қызметтен де босатылып, Жамбыл облысы Шу ауданындағы Новотроицк селосына келіп, ғылыми шығармашылық жұмыстармен айналысады. 1930 жылы Алаш партиясымен Алаш орда үкіметінің мүшесі болғандығы үшін тұтқындалып, 1937 жылы Ресейдің Воронеж облысына жер аударылды. Енді жаңағы 1917-1919 жылдар аралығында Алаш орда үкіметі құрылғаннан кейін 1918 жылдың көктемінде Алаш қайраткерлері осы Семей жеріне топтасады. Себебі осы екінші жалпы қазақ съезінің қаулысында бүкіл ұлттық жерлі автономия құрылсын. Ұлттық жерлі автономияның аты Алашорда болсын. Алашорда автономиясының жер үстіндегі су байлығы, жер астындағы кен суы Алаш мүлкі болсын. Уақытша қазіргі жаңағы қалыпты сақтау үшін Алаш орда үкіметінің уақытша тұрағы Семей қаласы болмасын деді. Осылайша жаңағы күн тәртібіне батыл қойылды, Алаш орда үкіметі құрылып, Алаш автономиясы енді ресми түрде құрылған жоқ деп айтылады. Дегенмен осы съезде бірінші басты мәселе Алаш орда үкіметі уақытша кеңес құру және де осы жоба талқыланып, ол жоба қаулы жобасы қазақ газетінде жарияланған болатын. Не себептен Семей қаласы таңдалды десек, сол кезде енді қазақ жерінде қалалар өте аз Орынбор, Троицк, Семей қаласын таңдалу себебі бұл жаңағы байланыс өте күшті болған 9 жолдың торабында орналасқан, ертіс бойымен кеме жүреді деген сияқты. Және де қазақ тұрғындарының саны көп болған. Осылайша Семей қаласы уақытша тұрағы болып таңдалып, енді съез өткеннен кейін 1918 жылы көктем айларында
алаш азаматтары, оның ішінде Жақып Ақбаев, осы Семей жеріне келіп топтасып ең алғаш өздерінің қызметтерін атқара бастайды. Алаш үкіметі құрылғаннан кейін ең алғаш алаш азаматтарының ең алғаш қолға алған ісі бұл алаш милициясын құру. Яғни сол кезде алаш милициясы деп аталған, яғни алаштың әскерін құру. Мыржақып Дулатов өз сөзінде айтады, өз қазынамыз болмаса, өз әскеріміз болмаса, онда құра алмаймыз дегенде. Енді осы Семей жеріндегі архив, мұрағатта список организаторов алашского конного партизанского полка, участников организации против советской власти деген 17 жылдан жаңағы құжаты сақталған. Мұнда мөр жоқ, дегенмен де бұл ең алғаш осы қолға осы алаш әскерін, конный полк дейді ғой, атты әскер құру, ұлттық милиция құру жөніндегі ең алғашқы батыл қадамдарының жаңағы куәсі ретінде өте құнды құжаттардың қатарында. Бұл жерде 50-ге жуық адамның тізімі жасалған. Сол ең алғашқы адамдардың бірі болып, мына жерде нөмір 2-ші Әлихан Бөкейхан, Халел Ғаббасов, мен айтып кеткен жаңағы қазақ байларының бірі, Алашорда үкіметіне, партиясына, жалпы алаштың әрбір қадамына, әрбір ісіне қаражатпен көмектескен, қолдаған байларының бірі Өкібай Қарашановты біз көріп тұрмыз. Абайдың туған ұлы Тұрағұл, Ибрагимов Тұрағұл дейді, Мұхтар Әуезов, Ахмет Сәрсенов, Ахметжан Қожабаев, Анияр Молдабаев. Енді осы Анияр Молдабаевтың өзі Семей жерінде сақталған, бұл республикалық маңызы бар енді осы Анияр Молдабаевтың үйінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, содан кейін Мұхтар Әуезов оқыған. Әрине, осы жерде Семей жерінде сол кезде отбасымен тұрған үй болғандықтан бұл керемет тамаша тарих және мәдени ескерткішмен қатар керемет тарихи орын. Бұның бір ғажабы күні бүгінге дейін бұл үйдің сақталып тұруға. Анияр Молдабаев Абайдың жерлесі, шәкірті, осы үйде әперген кезінде Абайдың өзі болатын мал сатып қойғанымен бірі. Енді бұл тарихқа кете берсек, сөз кете береді. Енді біз осы тізімнен Жақып Ақбаевты да көреміз. Номері 25-ші номері көрсетілмеген көрінбей тұр. Енді бұны үлкейтіп көрсетсек, бұл келесі сайт болады. Номері межеден Маннан Тұрғанбаев дейді, Мұстанбаев, Құнанбаев Ибрагим дегенде тіпті жазба бар. Енді шатасып жазған болу керек. Өйткені бұл 18 жылдан құжаты. Абай 1904 жылы қайтыс болған білеміз. Жалпы Абайдың балалары ретінде бұл жазып кеткен сияқты. Және де номері 25-ші біз Жақып Ақбаевтың фамилиясын көріп тұрмыз. Енді осы айта кететін жай, мынау капитан Тоқтамыш деген осы алаш. Шынар Мұратқызы, тамаша баяндама, бірақ уақытымыз шектеулі, сізге есіңізге сала салайын. Енді осы жаңағы 1918 жылы қазір Семей жеріне жиналған азаматтардың ішінде Жақып Ақбаев өз қызметін бастайды. 1918 жылы Семейдегі Жақып Ақбаев Семейдегі әкімшілік басқармасының ұйымдастыру жұмысын қолға алған екен. Сол жылы 12 қазанда Семей шаһарында Орынбордан арнайы келген Алашорданың автономиялық үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханов Әлиханды қарсы алып, жаңағы сондай арнайы рәсім өткізген болатын. Сол митингіні ашқан сол кездегі Тәттімбет Күйшінің немересі Алашорданың жақтаушы зиялы азамат Мұсатайдың шәкірті екен. Сол кезде Маннан Тұрғанбаевтың жазған сөзі бар. Сүйікті басшымыз еңбегін жанды, ұлтымыздың жаңғырына бастағанын көзіміз көрді. Өзінің оқытушы екенін жасырып жүретін оқытушылар
мына отырғандар деп. Енді осы Семей қаласындағы көптеген алаш қайраткерлері, бүкіл қазақ жұртшылығы 1917 жылы Әлихан Бөкейхановты Томскідағы өткен Сібір автономистерінің съезінен мынау Дом Свободы дейді, кезіндегі генерал-губернатордың Семейдегі үйі, қазіргі өлкетаумен біз отырған музейдің ғимараты, дәл осы үйде Әлихан бастаған Әлихан Қапасовтарды осы Сібір автономистер съезінен Томск қаласынан жаңағы бүкіл жұртшылық Әлиханды темір жолда қарсы алып, осы үйге келіп жиын болған екен. Енді Жақып Ақбаевтың тағы да бірнеше дүниесіне тоқталып өтсем деп ойлаймын. Біздің музейде тамаша құжаттар, бұл Жақып Ақбаевтың баяндамасы. Енді уақыт тығыз болғандықтан тез өткізіп өтейін. Мынау өзің жазған жаңағы біздің қор емес, бұл жаңағы қызмет атқарған жылдарда анкетасы, хаттамалардан үзінді, жеке карточкаларынан үзінді, сауалнама парақтары көрсетілген. Енді біздің музейдегі Жақып Ақбаевтың қазақ халқының шығу тегі туралы ғылыми еңбегі сақталды. Бұл жаңағы Жақып Ақбаевтың Ресей географиялық қоғамының Семей бөлімшесі 1902 жылы ашқан десек, сол қоғамның мүшесі ретінде және де сол қоғамның тапсырмасы бойынша 1927 жылы осы баяндаманы дайындаған екен. Кезекті бір жаңағы мәжілісінде осы қоғамның. Сонда баяндамаға қосымша ретінде жүктелген беттерден Жақып Ақбаевтың қолжазбасын көруге болады. Міне осы сайттан сіздер сол Жақып Ақбаевтың баяндамасын көріп тұрсыздар. Ол 27 жыл член Симпатинского географического общества дейді, на тему преступления казахского народа. Міне мынау Жақып Ақбаевтың қолжазбасы. Бірінші бетте жаңағы өз қолымен былай деп жазған: передается в собственность Симпатинскому географическому обществу 26 января 1927 года автор Жақып Ақбаев. Яғни жиналыста баяндаған баяндамасын 2 күн бұрын географиялық қоғам кеңесіне тапсырған. Мынауды Жақып Ақбаевтың қолжазбасы. Онда қазақтың шығу тегі туралы, содан кейін рулардың, жаңағы түрлі халықтардың кезінде түрік халықтарының қазақ жеріне орналасуы, барлығы сонау көне заманнан келіп, осы қазақ халқының тарихына ерекше тоқталады. Одан біз Жақып Ақбаевтың қаншалықты ірі тарихшы екенін көре аламыз. Тек қана заң магистрі емес, заң саласының керемет маманы емес, осы тарихқа да керемет еңбегін осы құжат көрсетеді. Мынау біздің соңғы слайд, фотосуретте Жақып Ақбаев өзінің ғылымның түскен суреті. Енді қорыта айтатын болсақ, 20 ғасырдың басында осы тарихи сахнаға, саяси сахнаға шыққан алашорда үкіметінің ірі өкілі, саяси қайраткер, білімді азамат, қазақ оқығаны, қазақ өзі сол кезде 20 ғасырдың басында осы оқығандарға үлкен үмітті артылмескен. Енді соның ішінде Жақып Ақбаев өзінің білімімен, өзінің батыл ісімен, жаңағы отарлау саясатының жаңағы бүкіл жаңағы пиғылын сол кездегі танып біліп, және де өзінің ірі қимыл істерімен жаңағы демонстрация кезінде, жаңағы шерулерге қатысып, өзінің жаңағы екі тілді керемет білгендігін, аудармашы болғандығын, жаңағы сөйлеп тұрған митингідегі адамның сөзбе-сөз қолма-қол солардың жаңағы айтқан сөздерін қолма-қол аударғандығынан да қаншалықты аудармашы, білімді адам азамат екенін көреміз. Әрине, 1,5 жыл өмір сүрген алашорда үкіметі 1919 жылдың аяғына дейін өмір сүрді. Алашорда үкіметі құлатылып, билікке кеңес үкіметі келгенмен алаш идеясы өлген жоқ. Жаңағы куәсі бүгінгі біздің еліміз, Қазақстан елінің, қазақ халқының тәуелсіздігі,
бүгінгі сіздермен біздермен бүкіл осы қазақ республикасының бүкіл бұл көлемінде әрине 1920 жылы қазақ қырғыз совет кеңестік автономиясы құрылды. Ленин бұл туралы декретке қол қойды. 20 жылы автономия құрылса да сол 23 жылға дейін осы Қостанай облысы, Ақмола облысы, Семей облысы соның тұтастығын әсіресе Ресеймен шекаралас жерінің тұтастығын сақтап қалу үшін бұл адамдар үлкен еңбек атқарды. Сондықтан сол 20 жылы құрылған бүгінгі біздің тәуелсіздік Қазақстан Республикамыз сол 26 жылы құрылған Қазақ-Қырғыз автономиясының заңды мұрагері деп біз анық және батыл айта аламыз. Осымен қысқаша баяндамамды айтуға рұқсат етіңіздер. Егер сұрақ болса. Көп рахмет Шынар Мұратқызы. Қатысып отырған тыңдармандар, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, кішкене кедергі болып жатыр. Енді осындай тағылымды өте мазмұнды баяндамаңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Қаншама еңбек етіпсіздер, ізденістеріңіз, ғылыми тұжырымдарыңыз бәрі де осы слайд презентацияда көрініс тауып отыр. Енді бұл запись осы тікелей эфирдің жазбасы сақталынады. Сондықтан да әлі де біздің қаншама оқырмандар осы жазбадан Жақып Бақбаев атамыз туралы білетін болады деп ойлаймын. Енді сіздің баяндамаңыздан жалпы жас Жақыптың бейнесі өз халқының мүддесін студент болып жүрген кезінде қорғай бастағанын, Жақып Бақбаев ағамыздың саяси қайраткер ретінде қалыптасуын, енді осының барлығын осылар туралы өте мазмұнды айтып бердіңіз. Мен бір ғана сұрақ қойғым келеді. Қысқа нұсқа Шынар Мұратқызы Жақып Бақбаев атамыздың артында қалған ұрпақтары жалпы сол отбасы туралы қысқа ғана айтып берсеңіз. Егер дерек болса. Бізде әзірше ондай дерек жоқ. Енді біз осы арнайы Алаш экспозициясы бізде орын алған. Сол азаматтардың біз тек қана өмірі, қоғамдық саяси қызметіне біз терең тоқталып, өз қорымыздағы, өзге қорлардағы бар дүниені, оның ішінде бір саласы осы ұрпақтары. Ахмет Байтұрсыновтың, Әлихан Бөкейхановтың қаншалықты ұрпақтары бар екенін біз білеміз, ал өкінішке орай Жақып Бақбаевтың ұрпақтары туралы әзірше бізде дерек жоқ. Түсінікті. Енді жалпы кешегі кеңес одағы дәуірінде бұл тақырып осы тұрғыдан өте терең зерттеле қоймады ғой. Енді бұның барлығы болашақтың ісі деп ойлаймыз. Осы шарамызды енді қорытындыласақ, осы жерде отырған тыңдармандар өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, пікір айтамын десеңіздер, болмаса Шынар Мұратқызына қоятын сұрақтарыңыз болса мархабат, болмаса өзіміздің шарамызды қорытындылайық. Жалпы осы өтіп жатқан Фарсат форумның барлығы, осы шаралардың барлығы форумның аясында өтіп жатқан биылғы жылғы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналып отыр. Тәуелсіздік дегеніміз Алаш ұлт азаттық қозғалысының басты мұраты болды. Осы Жақып Бақбаев сынды Алаш зиялылары тәуелсіздікке қан төкпей, бейбіт заңды жолмен жетуді көздеді, бар күш-жігерін соған жұмсады, сол үшін құрбан болды. Ендеше мен ойлаймын, осы Алашорда қайраткерлерінің есімін насихаттау, оларды болашақ ұрпаққа айту, осылайша тағылымды шаралар өткізу арқылы сіз бен біздің енді ол басты мұратымыз деп өзім тұжырым жасағым келеді. Енді Шынар Мұратқызы өзіңіздің алтын уақытыңызды қиып, біздің осы шараға қатысып, осындай баяндама жасап бергеніңіз үшін өте үлкен рахмет айтамын. Кітапхананың атынан, жалпы тыңдармандардың атынан. Сондықтан енді барлық тыңдармандарға тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын деймін, халқымыз ғұмырлы болсын деймін. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі шарамызды осымен аяқтайық. Сау сәлеметте болыңыздар.